Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге өте керемет техниканы айтып өтемін. Армандарыңызды орындағыңыз келсе, онда оған күштеп әрекет етіңіз. Армандаған күнді жазыңыз, көзіңізге елестетіңіз. Қалай екенін қазір бәрін түсіндіріп өтемін. Оған дейін каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Көру керек деген адамдарыңызға тарата кетіңіз. Ал кеттік. Идеал күн техникасы деп аталады. Бұл техника бір жылдан кейінгі идеал күнгі сәтіңізді суреттеу арқылы жүзеге асады. Мысалы, бүгін 15 маусым 2023 жыл. Дәл осы күнмен 15 маусым 2024 жыл деп келесі жылғы идеал күніңізді жазу керек. Бұл жерге өз өміріңіздегі идеал күніңіздің сценарийін жазасыз. Біз негізі әр адам өз өмірінің авторы. Соны саналы түрде түсініңіз. Сіз қазір сценарий жазсаңыз болады. Келесі жылғы дәл осы күн қандай болғанын қалайсыз. Сценарий дегенде сол күнде болсын деген сәттеріңізді, қалаған дүниеңізді детальдарына дейін мән беріп жазу. Bir жылдан соң оянғанда қандай сәттесіз, күндіз қандайсыз, кешке қандайсыз, отбасыңыз, еліміз аман, жұртымызда тыныштық, деніміз сау, сол сияқты жүрегіңізбен барлық жақсылықты, барлық арманды міндетті түрде осы шақта жазып бастаңыз. Ары қарай толық сол идеал күніңізді сипаттайсыз. Үстіңізде қандай киім, елде қандай жаңалық болып жатыр. Қазіргі болып жатқан проблемалар жоқ. Бәрі өтіп кеткен. Қандай пәтердесіз, қандай үйіңіз бар. Нені армандайсыз сол кезде. Астыңызда қандай көлік мініп жүрсіз. Отбасыңызбен қандай таңғы ас ішесіз. Таңертең тұрғанда не жасайсыз. Жақындарыңыз, бауырларыңыз бүтін, дені сау, қонақта жүргенін өз қалауларыңызша сипаттап, сценарий жазып шығыңыз. Толық Алладан үміт етіп, сеніп жүрегіңіздегі махаббатпен жазыңыз. Жазасыз да Аллаға тәуекел етесіз. Идеал күн деген техника не нәрсе береді? Сол күнді сипаттау арқылы сол күнге деген үмітті оятып, өзіңізге іште мотивация бересіз. Барлық эмоцияларды сезіну сол күннің орындалуына сенім ұялатады. Идеал күн техникасын жазғанда міндетті түрде осы шақпен жазыңыз. Комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Келесі бір жылдан кейінгі дәл осы күн қандай болғанын қалайсыздар. Каналда болғандарыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Көру керек деген адамдарыңызға тарата кетіңіз. Әр қазақтың армандаған арманына жетуін нәсіп етсін.